Сәлем достар, қазір мен сіздерге Pinduoduo'ны обновить етіп және де кэшті қалай очистка жасауды көрсетемін. Кейде болады карточка в наличии жоқ, немесе бәрі сатылып кетті, немесе карточка енгізілмейді. Сол жағдайда Pinduoduo'мызды обновление жасап жүреміз. Қазір өзіміздің личный кабинетімізге кіреміз және де мына шестеренка настройкаға басамыз. Одан кейін ең астына өтеміз да, мынандай бізде қып-қызыл болып жанып тұрады. Одан кейін мына үстінде міне тағы да қып-қызыл болып жанып тұрады. Осының үстінен басамыз. Менікі мына жердегі обновление болғаннан кейін, менікі обновление жасамай қояйын. Сіздер осы жерде қызыл кнопканы басасыз. Ары қарай жазылады. Обновить сіз я дейсіз, безопасно деп басасыз. Одан кейін сіздің Pinduoduo приложениеңіз обновление жасалады. Енді қазір сіздерге қалай кэш очистить еткенін көрсетемін. Мына жерде мінекей көріп тұрсыздар ма? Кисточканың значогы. Осыны басамыз. Одан кейін қызыл кнопканы басамыз. Да, очистить деп. Очистка жүріп жатыр. Осылай біз Pinduoduo'мызды обновление және кэшімізді очистка жасадық. Енді приложенияларыңыз жақсы жұмыс жасайды.